Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым. Назарыңызда Жанбол Рахматулла. Қазір Түркістан қаласы полиция басқармасына келдім. Себебі бірнеше күн бұрын осы қыркүйекте полициядан Түркістан қаласының үйіме пошта арқылы хат келіпті. 14 тамыз күні таксовать етіп жүрген кезіңде біреудің аяғын басып сындырып кеткенсің деген ба, сондайсың да. Енді бүгін барып тұрым хатты алғаннан кейін не болып қалды, қандай жағдай, не болып жатыр деп білуге. Полиция үстімнен іс қозғап, бірден 2 хаттама толтырып тастады. 2 бапты бұздым дейді. Оның келіспейтінім жайлы жаздым. Аяғын баспаған, оның заңы қайшы екенін білем. Соңғы сөздерді естіп ойларыңызда түрлі сұрақтар пайда болып кеткен шығар. Жанбол, сен де таксовать етесің ба деп. Я, ондай болып тұрады. Өйткені мен белсенділігім үшін ешқашан бір қаржылық демеу көрмегенмін. Жеке өзімнің уақытым бар кезде белсенділікпен айналысатын адаммын. Ал қоғамға заңдық кеңестерім үшін, ақпараттық қолдауларым үшін ешқашан ақша алмаған. Сондықтан күнкөріс дегенде мен де таксовать етіп шығып тұрамын. Ал 14 тамыз күні осы болды деп тұр. 4 тамыз күні менің арнама кірсеңіздер видео шыққан болатын. Түркістан облысының сотының төрағасының қызметтік нөмірі 001 нөмірлі Lexus 570 джипі заң бұзып, өрескел жол жүру ережесін бұзған болатын. Мен сол бойынша полицияны шақырып хаттама толтырыңдар деген болатынмын. Алайда соттың төрағасының Миятбековтың жүргізушісі полицияны өз артынан құйрық сияқты ар жүргізді, бері жүргізді. Болмағаннан кейін, камера қосылып тікелей эфир тұрғаннан кейін, полиция амал жоқ, жеңіл бір бап бойынша айыппұл салған болатын, бір 5-6 мың теңге соттың төрағасына. Басқа өрескел заң бұзушылығын жауып өздері жыл жауып қойған болатын. Соған міне жауап келіп тұр, көп ұзатпай. Миятбеков, сәлем, рахмет сізге осындай жауабыңызға, жылы лебіңізге деген келеді. Бар тапқандарың осы ма? 2 бап бұл, 2 бап, бірінші бапта 140 мың айыппұл, екінші бапта 170 мың теңге айыппұл, немесе біреуінде 9 айға, немесе екіншінде 1 жылға жүргізуші куәлігінен айыру қарастырылған. Бұлар мені жаңағыдай әбігерге салып, ешкімнен қаржылай қолдау алмай жатқанымды білгендіктен жаңағыдай үлкен айыппұлмен мені қорқытамыз деп жоспарлап отыр. Немесе жүргізуші куәлігімді алып алып, Түркістанға жиі келіп кетті, тағы да біреуімізді тағы да түсіріп жүрмесін деп мені жүргізуші куәліктен, яғни көліктен айырғылар келіп тұр ғой. Қабденов полиция басқармасының, облыс полиция басқармасының бастығы, өзінің жаңағы қызметкері, қалалық полиция басқармасының бастығы Жанаев Бауыржанға осындай бұйрық берген болып тұр ғой. Енді кез келген дені дұрыс адам ол істің жаңағыдай жоспарлап жала екенін түсінеді. Ал түсінбеген кішкене адамдарға түсіндіріп берейін. Мен белсенділікпен айналысып жүргеннен кейін, президентінен бастап полицияға дейін түсіріп жүрген адам болғаннан кейін, менің әрбір сөзім, іс-әрекетім, әрбір қадамым жіті бақылауда екен білем. Мен микроскоппен былай қарап отырады, лупамен. Қашан сүрініп қалады екен, қашан біреуге шапалақ беріп жүреді екен, немесе біреуді боқтайды екен деп. Мен оны білгендіктен ешқашан шалыс қадам баспаймын. Мен оны білемін. Сіздер күтіп отқандарыңыз соны. Жаңағы Қабденов болсын, Миятбеков болса да. Сондай іс-әрекет менен болмағаннан кейін өздерінің осы жасап отқан іс-әрекеті ғой, әдейі адамды отырғызып, дауластырып, арандату ұйымдастырғандар ғой. Арандатып, адамды жаңағыдай іс-әрекетке жеткіземіз дегені ғой. Мен бір боқтау айтам ба, немесе ұрып қалады деп па, немесе басқа істейді деп ойлаған. Телефондарына, немесе диктофондарына жаңа өздерінің құрылғылары бар ғой, соларға басып отырған, бірақ оның ешбірі орын алмаған. Сондықтан мен жаңағы боқтай бермей түс жерден кет деген адамыма, осында жетер деген адамның аяғын басып
сындырып кетіпсің деген жала жапқылар келген. Алайда Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің сот сараптамалары орталығы былай дейді: оң және сол аяқтарының табандарының үстіңгі аймақтарының бірінші саусақтарының негіздерінде екі сырылған жарақаты бар. Ешқандай аяғы сынбаған, ештеңе болмаған, екі сырылған жарақаты бар. Өлшемдері оң аяқта 2-де 3 мм, сол аяқта 3 мм дейді. 3 мм деген ол 1 сантиметрдің жартысының жартысы емес па? Жарты миллиметрден де мына жерде көрсетуге де мүмкін емес қой 3 миллиметрді. Сол жаңағы сырықтары бар деп, сырылған деп, жеңіл дәрежелі жарақат алған деп тұжырым шығарыпты Таткенов деген сарапшы. Жеңіл дәрежелі зиян келтірілген жарақат қатарына жатады дейді. 3 миллиметр көзге көрінер көрінбес нәрсені қалайша жарақат деуге келеді? Таткенов, сіздердің маған қарсы ештеңе таба алмай, со 3 миллиметрмен маған сондай қомақты сома айыппұл салғыларың келіп жатыр ма? Әлде жүргізуші куәлігімді алып қойып, мен Түркістанға бармасын, шапқылай бермесін, халыққа көмектесуге келе бермесін звондағандарында деп атсыңдар ма? Қандай масқара, қандай ұят мынау? 3 миллиметр деген не ол? Со 3 миллиметр сызық, оны мен салмағанмын біріншіден, өзім салсам бір жөн, сон аяғын шынымен басып кетсем бір жөн. 3 миллиметр деген жарақат бола ма? 1 сантиметрдің жартысының жартысы емес бұл. Тапсаңдар дұрыс нәрсе таба алмайсыз, таппадыңдар ма, таба алмадыңдар ма, қысып отыру керек қой. Не масқара, бүкіл халыққа бәрі естіген адам бәрі не дейді? Мятбек сот төрағасы Қабденов, Жанаев, Түркістан қаласы мен облысының полициясының бастықтары, Таткенов сарапшы. Ұят емес па, мына масқара емес па? Қалай қорытынды шығарып тұрсың сен 3 миллиметрлік нәрсемен? Мен осылай белсенділікті тоқтатқызып, мен саған сындырамын деп ойлайсыңдар ма? Айыппұл салатын болсаңдар, түсінбеймін сендер. Жаңағы жарақат сымақтарының дәлелі ретінде сот сараптамасына барған кезде адамның жарақатын орнын суретке түсіріп алады, түрімен қоса дәл сол адам екеніне дәлел ретінде. Алайда маған берілген құжаттардың көшірмелерінің ішінде ол сурет жоқ. Қазір полицияның бұл жайлы не айтатынын естейсіздер. Конвертпен салып жіберетін еді, сіздерге сурет жібермеген ба сонда полицияға? Жоқ, бізде материалда жоқ. Сұрамап едіңіздер өздеріңіз? Ол бізде кейбір материалдар суретмен келеді, кейбір суретсіз келеді. Өйткені ол материалдың шеті келіп тұрады бізде. Иә, суретпен келу керек қой, дәлел ретінде дұрыс па болған? Иә, ондай нені жаңағы через сот арқылы не алдыртасыздар, енді сот өзі запрос жасайды оған, ертең соттан. Жарайды. Өздері сон қоспаған, дәлел жоқ болғаннан кейін жай өздерінің ауызша сөзі, қазір сурет аяқ астынан пайда болатын болса, өздерінің жаңағыдай іздерді өздері қалдырып, соны аяқ астынан осы видео шыққаннан кейін жасалған іс-әрекет деп білем. Өйткені осыған дейін дәлелдері, суреттері болатын болса, мына қаншама құжаттың ішіне соны қосып қоятын еді. Ешқандай негізсіз, дәлелсіз жала жауып мені қамаққа алғылар келіп отыр ғой бұлар. Ақиқат, шындықты айтпасын деп, әділдік іздемесін деп, халыққа жәрдемдеспесін деп. Түркістан қаласында сот қаншада, қай күні болатын алдын ала хабарлайтын болам. Әділдік салтанат құрамы әлде мына сайқымазақтардың жоспарлары іске асама көретін боламыз. Енді қазір жала жауып отқан 96 жылғы Түркістанның азаматшасы, Қызылорда облысының тумасы, соны аяқ астынан шақырып полицияна іс-әрекетіміз кішкене дәлелін таппай қалатын сияқты. Давай жаңадан арыз жаз, бір жерге апарып үйткісі келді, бүйткісі келді, ұрды, соқты немесе зорлады деп жазғызып жаңа сараптама жасатуға бел буатын шығар деп ойлаймын біздікілер. Өйткені кез келген ден дұрыс сот мына істі қараусыз қалдырады. Ешқандай дәлелсіз, негізсіз ашылған істер, толтырылған хаттамалар деп. Алайда бұл істің тапсырыс берушісі облыстық, Түркістан облысының сотының төрағасы Тұрысбеков Мятбек және Түркістан облысының полиция басқармасының бастығы Қабденов Мұрат екен, орындаушы қалалық
полиция басқармасының бастығы Бауыржан Жанаев екенін ұмытпайық. Және де қалалық соттың бұған қатысы бола ма, қатысы болмай ма, соттың шешімінен байқап аңғаратын боламыз, көретін боламыз. Жаңағы жолаушы өзіне бір қауіп төнгенін сезінсе, немесе бір кикілжің жағдай орын алса, қазір бәрі біледі ғой, TikTokқа қалай шығу керек екен, тікелей эфирге Яндексті приложение арқылы таксиді шақырған болып тұр ғой, яғни смартфоны бар ғой, телефоны видео жазады, аудио жазады, диктофон жазады дегендей. Неге сол кезде таксист мен үйтейін деп жатыр, бүйтейін деп жатыр, маған күш қолданбақшы, маған бүйтіп айтты деп, неге сол уақытта тікелей эфирге шықпады, немесе жазып алып біреуге жібермеді WhatsApp-тан болса да. Бәрі сөйтеді ғой қазір. Кішкене бір түсініспеушілік, ұрыс керіс емес, кішкене түсініспеушілік туындаса камераларын қосып шығады. Өйткені менің тарапымнан ешқандай заңсыз әрекет болмаған, ешқандай дөрекілік болмаған, заңға қайшы ештеңе жасамаған, дәлелдер жоқ болғаннан кейін оны ұсына алмай отыр. Жаңағы 2-3 миллиметр дейді. 2-3 миллиметрмен сот жеңіл дәрежелі сараптама қорытынды шығарыпты. 2-3 миллиметр көзге 1 сантиметрдің жартысының жартысы көзге көрінбейді, былай айтқанда. Сондай нәрсе таптық деп мәз болып отырсыңдар ма? Қолдаймын десеңіздер, осы видеоны ары қарай ағайындарыңызға, туыстарыңызға, таныстарыңызға жіберіп отырыңыздар. Біз жақта не болып жатқан, әділдік, ақиқат үшін жүрген адаммен қандай іс-әрекет ұйымдастырып жала жабылып жатқанын бәрі біліп көріп отырсын. Рахмет. Жақсы, байланыста боламыз. Жамбыл Рахматулла аты жөнім.